Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Күндердің күнінде Ахмет есімді тақуа жігіт болыпты. Ол ержетіп отбасын құрады. Оның алған жарының бойында адами қасиеті жоғары жақсы жан еді. Арада уақыт өтіп екеуі ұлды болады. Әйелі ұлына барынша жақсы тәрбие беріп, қасиетті Құранды үйретумен болады. Баланың жасы 5-ке толғанда кенет әйелі өмірден озады. Бала жетім қалады. Ахмет болса біраз уақыт бойы қатты қиналады. Бірнеше жылдан кейін Ахмет баласына жақсы тәрбие беретін жар іздей бастайды. Оның көзі көршісінің қызына түседі. Осылайша екеуінің арасында сезім оянып, көршісінің қызы жетім қалған Ахметтің баласына барынша жақсы ана болуға уәде береді. Сөйтіп көп ұзамай екеуі шаңырақ құрады. Расында Ахметтің екінші жары оның баласын қатты жақсы көріп қалады. Ол күнде баламен балаша ойнап, оның жақсы көретін тамағын пісіріп, онымен көп уақыт өткізеді. Себебі ол әрдайым пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кімде-кім жетім балаға мейірім төге отырып басынан сипаса, оның әрбір шашының сауабын береді деген хадисті есте сақтайтын. Осылайша жетім бала жаңа ананың құшағында бақыттың базарында өмір сүреді. Арада жыл өтіп, Ахмет жарының аяғы ауыр екенін біліп, өсіп келе жатқан баласына серік болатын болды деп қатты қуанады. Алайда оның әйелі жүкті болған уақыттан бері баласына қараудан қалады. Әйелі болса бар көңілін ішіндегі перзентіне бөліп, жетім баланың бұрынғыдай қамқорлығын алмай қояды. Ол жетімге қатысты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисін ұмытып, тұрмысқа шықпай тұрып, күйеуіне берген уәдесін де тез ұмытады. Бала болса тиісті қамқорлықты ала алмағасын, үсті басы кір, қарны болса жиі аш қалатын болады. Баласының азып тозғанын көрген әкесі әйелінің оған деген теріс қарым-қатынасын біліп қатты ұрысады. Алайда әйелі жауап қайтып былай дейді: менің ішімде 7 айлық балам бар. Енді мен бар көңілді осы балама аударуым керек. Оның үстіне мына балаға қашанғы қызмет ете беремін. Өзім болсам жүкті болғандықтан тез шаршап қаламын. Менің де өз балама көңіл аударар уақытым келді. Ертең бұл дүниеге келсе, мен бар уақытымды осыған бөлемін. Ал сенің балаңа қарай алмаймын. Қажет болса оны туыстарыңа немесе жетімдер үйіне беріп тастайық. Сонда балаларға жақсы қарайды деп естідім. Мұны естіген Ахмет қатты ашуланады. Сосын ол әйелі мен баласының арасында суық қатынасты көріп, әйелінің өзгергеніне қатты ренжиді. Содан кейін Ахмет өзі кешке дейін жұмыста болғандықтан баланың жағдайын ойлап, оны уақытша әпкесінің үйіне алып барып тастайды. Әпкесі болса баланы жақсы бағып қарай бастайды. Ертесіне Ахметтің әйелі кенет іші ауырып, екеуі ауруханаға барады. Дәрігер оған іште аяқ астынан бір өзгеріс болғанын айтып, баланы дереу босану керектігін ескертеді. Басқа шара болмағасын екеуі келісіп ота жасалады. Алайда баланың өмірін сақтап қалу мүмкін болмайды. Әйелі құрсақта ұзақ күткен бала үшін қатты қынжылады. Оның үстіне осындай жағдайдан кейін дәрігер әйелдің енді қайта жүкті бола алмайтынын хабарлайды. Ахмет болса, болар жағдай болды, енді жаратқанның ісіне не шара деп әйелін жұбатумен болады. Содан арада уақыт өтіп, әйелі болған жайды іштей саралайды. Сөйтіп, өзінің жетім балаға көрсеткен қиянаттың салдарынан осындай болғанын түсініп, тәубесіне келеді. Көп ұзамай ол Ахметке баласын қайта үйге алып келуін өтінеді. Себебі сол балада бір қайыр бар екенін енді түсінген еді. Рамазанның соңғы күні еді.
мұсылмандар ораза айт мерекесіне жан-жақты дайындалып жатады. Сонда бір Қасым есімді тақуа кісі мешіттен кешкі намазын оқып, ертеңгі мерекеге дастархан жаю үшін үйіне азық-түлік алуға шығады. Жолда өзіне ақша қарыз танысын көреді. Алайда оның ақшаны қайтаруға жағдайы болмай жүргенін білген Қасым, онымен жолығып көңілін жықпайын деп басқа көшемен кетіп қалады. Сол уақытта жолдың бойында бір әйел жылап тұрып, дауыстап былай деп дұға етіп жатқанын естиді. «Уа Раббым, менің және 3 перзентімнің жағдайы өзіңе ғана аян. Ертеңгі келе жатқан айт мерекесінде біздің ішіп жерге асымыз жоқ. Сол мерекені ойдағыдай жақсы көңілде өткізуді қалаймыз және бір өзіңе ғана тәуекел етеміз. Перзенттеріме жақсы көңіл сыйлай көр». Мұны сыртта естіген Қасым іштей қынжылады. Сосын ол әлгі жесір әйелдің үйін біліп алады. Ертесіне Қасым әйелін ертіп оның үйіне барады. Кірген бойда үйде олар ешқандай азықтың, тіпті үй жиһаздардың өзі тозып көнергенін көреді. Қасым болса әйелге жақындап, оған барынша көмек беретінін айтып, көңілін бір көнштеді. Олар дереу базарға барып, ұзақ уақытқа жететін ет алып, көкөністер мен жемістерді молынан алады. Бұған қоса олар жесір әйелдің 3 баласына жаңа киімдер сатып алады. Осылайша Қасым айт мерекесінің қарсаңында олардың барлық қажеттіліктерін алып үйіне келеді. Мұны көрген жесір әйел таң қалып, қуанышын жасыра алмай, бар ризашылығын білдіріп, алғысын жаудырып жатады. Алайда мұндай толған азықтың барлығын сақтау үшін үйде тоңазытқыш жоқ болатын. Мұны білген Қасым дереу онлайн тапсырыс беріп, жаңа тоңазытқышты алдырып, былай дейді: «Мінекей, енді азық-түлікті ұзақ уақыт сақтап тұтынуға болады. Ендеше бізге бір шай берсеңіз, сонымен рұқсат болса, біз үйге қайтайық» дейді. Әйел болса көңілі босап: «Мен тіпті сіздерге шайды бере алмайтыныма ұялып тұрмын. Оған да жағдайым жоқ. Өткен аптада ақша қажет болып, газ баллонын сатып жіберген едік. Енді шай қоятын газымыз да жоқ. Егер сәл кідірсеңіздер, мен қазір көршінің үйінен шай қайнатып алып келейін» деп ыңғайсызданады. Қасым болса дереу газ баллонын алдырып, шай қоюға да жағдай жасап береді. Мұндай жомарттықты көрген үйдің 3 баласы қатты секіріп қуанады. Олар тіпті Қасымды айналшықтап, әкесіндей жақсы көріп кетеді. Сосын тиісті шайды ішіп, Қасым әйелі екеуі өздерінің жасаған жақсылық амалдарына көңілдері тойып, кері үйлеріне қайтады. Жолда ертеңгі мерекеге қажетті азық-түлік пен балаларға сыйлық алады. Алайда ол уақытта олардың балалары ұйықтап қалған еді. Мұны көрген Қасым құптан намазын оқып болғаннан кейін қолын жайып: «Уа Раббым, бүгін өз балаларыма тиісті көңіл бола алмай қалған болсам, мені кешіре көр. Біреуге жақсылық жасап, уақытымның бос өтпегеніне өзің куәсің» дейді. Содан кейін Қасым жатып демалады. Таң намазына жақын уақыт қалғанда ол түсінде ешбір адамның көзі көрмеген, әрі ешбір адам дәмін татпаған жәннаттың бақшасында жүргенін көреді. Онда түрлі түсті жемістерді көріп, Қасым біреуін алып дәм татады. Сол сәтте өңгендей болып, бұрын соңды сезбеген дәмді сезініп ұйқысынан атып тұрады. Мұндай түске іштей қатты қуанып, тұрып дәретін алып, айт намазын оқу үшін мешітке барып, алдыңғы қатарға жайғасады. Бұл Қасым үшін басынан өткен өмірдегі ең керемет айт мерекесі ретінде есте қалады. Себебі ол жасаған жақсылығының жемісі түсінде көргендей көркем болатынына кәміл сенген екен. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Күндердің күнінде күйеуінен ерте айырылған жесір әйел болыпты. Оның бір баласы бар, және олардың жағдайы өте төмен еді. Әйел әрдайым құлшылық жасап, ардақты пайғамбарға жиі салауат айтатынды жақсы көретін. Содан бірнеше жылдар өтіп, баласы өскен уақытта анасы оны Құран жаттауын қалап,
жергілікті мешіттерді аралап Құран оқытатын ұстаз іздестіре бастайды. Көрші ауылда аты көпке танымал ұстаздың барын білген әйел ертесіне баласын киіндіріп Құран оқу үшін сол ұстаздың үйіне жібереді. Бала көп ұзамай көрші ауылға келіп, ұстаздың үйін тауып есігін қағады. Ұстаз шығып, "Не қалайсың бала? Қандай шаруаң бар?" дейді. "Мен сізден Құран жаттауды үйренсем деп едім", дейді бала. Ұстаз дереу талабын айтып, "Мен Құранды тегін оқытпаймын. Шәкірттерім маған ол үшін ақша төлейді. Сенің берер ақшаң бар ма?" деп сұрайды. Сонда бала, "Мен әкемнен ерте айрылған жетім баламын. Анам болса жалғыз жұмыс істеп, азық-түлікке әрең табыс табады. Менің берер ақшам жоқ", дейді. Жаны ашыған күйде ұстаз, "Онда мен саған ақшаның орнына үй шаруасында белгілі бір жұмыс беремін. Соны орындасаң Құран үйретейін", дейді. Бала келіскендей болып, "Алдымен мен анама барып бұл жайында хабар берейін. Егер ол рұқсат берсе келісемін", дейді де ауылға қарай кері жолға шығады. Жолда құптан намазы кіріп, алдында кездескен мешітке бас соғып намаз оқып алады. Екі ауыл арасындағы ұзақ жол оны қатты шаршатады. Бала сәл тынығып алайын деп талдың астына жайғасады. Сол сәтте ол анасының әрдайым оған айтатын пайғамбардың мына бір хадисі есіне түседі. "Кімде-кім мен үшін салауат айтуды әдетке айналдырса, Аллах тағала ол үшін екі дүниедегі мәселелердің шешімін табуға көмектеседі." Сөйтіп ол көп салауат айтып отырып, кенет шаршағандықтан ұйықтап кетеді. Сол уақытта ардақты пайғамбар түсіне кіріп, қандай мәселе барын сұрайды. Жігіт болса бір ұстазға барып Құран жаттағысы келгенін айтып, алайда ол ақы ретінде қаражат сұрағанын баяндайды. Сонда ардақты пайғамбар, "Сен сол ұстаздың үйіне кері бар да Құран жаттауды қайтып өтін. Егер ол есесіне ақша сұраса, онда зумара деп айт", дейді. Ұйқысынан оянған бала таң намазын оқып алады да әлгі ұстаздың үйіне қайта барады. Ұстаз одан, "Ақша алып келдің бе?" деп сұрайды. Сонда бала, "Жоқ, мені ардақты пайғамбар Құран жаттасын деп сізге қайта жіберді. Егер сіз менен ақша сұрайтын болсаңыз, зумара деп айт", дейді. Сол сәтте ұстаздың көзіне еріксіз жас келіп, оны ешқандай ақсыз Құран оқытуға сөзсіз келіседі. Ұстаздың мұндай әрекетіне таң қалған бала зумара деген сөздің мағынасын сұрайды. Сонда ұстаз, "Мен сендей бала кезімде ата-анам үйреткендей әрдайым пайғамбарға салауат айтушы едім. Бір күні пайғамбар менің түсіме кіріп, мен одан адамдар жәннатқа қалай кіретінін сұрадым. Сонда ол, адамдар жәннатқа топ-топ болып кіреді, яғни пайғамбарлар бір топ, ғалымдар бір топ, Құран жаттаушылар бір топ болып кезек-кезекпен кіреді. Дәл осы жағдайды зумара деп атайды. Бұл сөз Құранда Зумар сүресінде кездеседі. Ендеше мен де Құран оқытып, оны жаттаған әрі оны үйретушілермен бірге топ болып жәннатқа кіргім келеді", деген екен. Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар.